Баршаға сәлем, мен құрметті оқырмандарым. Біздер өткен сабақта CapCut бағдарламасында өткен тақырыпқа кішкене шолу жасап кететін боламыз. Біз сіздермен өткен сабақта CapCut бағдарламасында переходтарды қалай дұрыс таңдау және видеоға қалай дұрыс қою керектігі жайлы сабақ өткен болатынбыз. Яғни переходтарды видеоға қоюдан алдын видеоны кесіп алу керек, немесе екі видео қосылған кезде соның ортасына қою керектігі жайлы өткен болатынбыз. Және де эффектілер. Кез келген эффектіні жүктеп видеоға қалай дұрыс қою және настройкасын қалай дұрыс жасау жайлы сабақ өткен болатынбыз. Яғни видеоның эффектісін жоғары қою немесе ішіне қою және де настройкалары және видеоға маска беру, осы жайлы сіздерменен сабақ өткен болатынбыз. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесіде біз текст және стикерлер жайлы сабақ арнайтын боламыз. Яғни видеоға қалай текст қою, қалай стикер қою, оның настройкалары жайлы сіздерменен бөлісетін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін тамашалаңыздар. Ал біз болса видеомызды бастаймыз. Арнаға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерменен текст және стикерлер жайлы сабақ өтетін боламыз. Яғни видеоға текст қою бұл негізінде өте оңай функция, бірақ бұның да өзінің функциялары өте көп. Ал енді біз мына жерге текст қоямыз. Қазір мінекей текст плюс басқаннан кейін мына жерде автоматически текст несі пайда болады, яғни текст дорожка. Біз осыны мына жерден кіріп текст по умолчанию деп қойыпты, осыны біз өзгертеміз. Мысалы енді қараңыздар, мен мына жерде видео текст қойдым видеоға. Бұл қалай пайда болады? Бұл жерде жай ғана текст пайда болады және бірден өшеді. Енді текстке анимация қоюға болады. Сіздерменен қазір толық осы функциялардың барлығын танысып шығатын боламыз. Яғни біз бірінші видео монтаж жасау деп жазып алдық. Осы жерге қалағанша текст жазып алсақ болады. Енді осы жерде біз текстіміз жазып болғаннан кейін шрифті бөлімінде бар. Осы шрифті бөлімінде өзі бағдарламаның өзінің рекомендованный шрифттары болады. Осы шрифттардың кез келген сіздер алып қойсаңыздар болады. Мінекей, бірақ бұл жерде қазақша шрифттарды міндетті түрде жүктеп алу керек. Неге десеңіздер, қазақша шрифттарға бұл жерде таңдау өте аз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, мыналар осы шрифттар ешқандай өзгеріс бермей жатыр, себебі бұл тек қана ағылшынша шрифттарға өзгеріс береді. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, мен бұл жерде мінекей өзім қазақша шрифттарды жүктеп алғанмын. Осы қазақша шрифттар арқылы осы шрифттармен жұмыс жасаймын мен. Яғни бұл жерде ең жақсы шрифт, мысалы мынау дәл осы шрифттің ссылкасын мен описание бөлімінде қалдырамын. Плакат титул дейді, экстра блок дейді. Яғни мен осы шрифтті осылай іздеп жүрмеу үшін жанына галочка басып қоямын. Міне, яғни жұлдызшаны басып қойсаңыздар, мына жерде все деген, коммерческий деген бөлім шығып тұрады. Яғни сіз оны табуыңызға өте қолайлы болады. Мысалы мен жұлдызша басып қойғандар избранный бөлімінде бірінші болып шығып тұрады. Яғни осы екі шрифт қазақша шрифт. Енді мен осы жерден размерін өзгертірсем болады. Размерді осы ползунок арқылы өзгертірсем де болады, немесе мына жерден цифр арқылы өзгертірсем де болады. Мысалы 0,5, бұл өте кішкентай екен, 10 дейлік. Міне енді нормально болды. Енді кейінгісі узор деп қойыпты. Узор бұл, яғни сіздің шрифтіңізға узор береді. Яғни бұл жерде нәтижені қазір мына ақ фонға қойып көрсетемін. Бұл жерден де ештеңе білініп жатқан жоқ жалпы. Видеоңызға кішігірім узор береді деген сөз, яғни бұрыштарын шығарып береді. Мінекей, сондағысы бұл қалыңдатып береді деген сөз. Кейінгі функция бұл подчеркнутый, бұл астына сызықша пайда болады. Яғни сіздің видеоңыздың астына сызықша қойып беретін функция. Ал мынау болса кривой, яғни текстіңізді осылайша бір жаққа қисайтып осындай кривой функция береді. Ендігісі капитализация дейді. Бұл яғни сіз видеоңызды жазған кезде, видеоңызға текст қойған кезде
барлық текст кіші әріппен жазылған болса, осы капитализацияны пайдаланып мына прописанныйды бассаңыз бүткіл әріпіңізді үлкендетіп береді, ал мына бүткіл әріпіңізді кішіретіп береді. Ал мына жерде текстке бұл жерде бірінші сөзі бас әріппен, сосын кейінгісі кіші әріппен жазылатын болады. Кейінгісі бұл жерде цвет деп қойыпты, яғни сіз өзіңіз қалағанша осы ползуноктарды жылжытып, өзіңіздің қалауыңызша кез келген текстті осылайша қойсаңыз болады. Яғни мына жерден таңдасаңыздар да болады, немесе осы жерден, немесе сіздің видеоңыздың ішіндегі бір түске сай келуін қаласаңыз, мына пипетканы аласыз, дәл осылай басасыз, сол кезде бұл текст дәл сол түске енетін болады. Яғни сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы кейінгісі символ деп қойыпты. Бұл символ, яғни текстіңіздің арасын созып береді, немесе тексттердің, әріптердің арасын жақындатады деген сөз. Сіздерге жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мынау болса, бұл тексттің арасындағы арақашықтықты алыстатады. Яғни міне страница символ деген мінекей өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай дәл осылай өзгертіріп қойсаңыздар болады, немесе осы жерде цифровой теріп қойсаңыздар да болады. Яғни мен оны деп қоямын, бұл ең стандарт. Кейінгісі сопоставление дейді. Бұл сіздің текстіңіз, яғни бір шеттен басталуы, немесе ортада, немесе оң жақ бетте тұру. Яғни сол жақ бет, оң жақ бет, орта бет. Ал мынау болса, видеоңызды жоғарыдан төмен қарай дәл осылай ортаға, шетке осылай қойып береді. Қазір сіздерге көрсетіп кетейін кішігірім. Мінекей, өздеріңіз өзгерісті байқап отырған шығарсыздар. Дәл осы функциялар осындай қызмет атқарады. Бұл сіздерге жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына жерде стиль по пресету дейді. Бұл жерде сіздің текстіңізге стиль қойып береді. Яғни көріп тұрғандарыңыздай дәл осындай стильдерді тегін пайдалана аласыздар өздеріңіздің тексттеріңізге. Мына ең соңғы шыққан стильдер бұл glow эффект деп аталады. Қазірде көпшілік видеомонтажерлар осы glow эффектпен пайдаланады. Осы негізінде ең популярный эффектілер десе де болады. Яғни стильдер. Ең популярный стильдер десе де болады. Яғни сіз видеоңызға қойып жатқан текстіңіз анық көріну үшін осындай стильдерді пайдалансаңыз болады. Яғни мен мынау ақ фонға осы стильдің біреуін пайдаланамын. Көріп тұрғандарыңыздай мынау онша көрінген жоқ. Сол үшін мен бұл жерден стильді таңдап аламын. Осы видеоға байланысты мына көрінеді, бірақ екі жанында осындай функциясы бар екен. Осы функцияларды мен осылайша жылжытып қойсам болады. Мінекей, стильді барынша видеоңызға көрінетіндей анық қылып салу керек. Жалпы сіздерге стиль түсінікті болды деп ойлаймын. Кейінгісі трансформация дейді. Бұл да масштаб. Яғни бұл төмендегі масштаб жоғарыдағы масштабқа қарағанда әлде қайда ерекше. Өздеріңіз міне разницаны көріп тұрсыздар. Яғни бұл масштаб текстті барынша үлкейтеді және барынша кішірейтеді. Ал мына жоғарыдағы масштабқа келсек, бұл текстті өте үлкен дәрежеде үлкейтіп тастайды. Жалпы сондай функция атқарады. Ал мына жерде расположение деген бар екен, басып көрейік. Яғни бұл сіздің текстіңіздің мекен жайы. Яғни жоғары қоямын, мінекей расположение өзгерді, төмен қоямын, мінекей. Дәл осылай өздеріңіз қалаған жерге осылай цифрларды теру арқылы немесе текстің үстінен басып осылай кез келген жерге қойсаңыз болады. Мына жерде плоское вращение дейді. Яғни бұл видеоңыздың мына ориентациясы. Яғни неше градусқа аудару. Өздеріңіз қалағандай осылай қойсаңыз болады кез келген жерге. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бұны өз орнына келтіру үшін Ctrl-Z батырмасын немесе мына жерден 0 десеңіздер келеді. Ендігі кезек мен текстті осы бір шетке қойып қойдым, бірақ мен бұны ортаға қою үшін осындай
жолмен қойсам да болады, яғни мишканы басып тексттің үстінен жылжытамын, яғни мына полосан көріп тұрған шығасыздар. Дәл осылай тура центрге осылай қоюыма болады, бірақ бұған 2-3 секунд немесе 4-5 секундқа дейін уақыт кетуі мүмкін. Бірақ бұның ең оңай жолы бар. Мысалы текст бір шетке жазылып қалды, бұл тура ортаға түсу үшін мінекей осы батырмаларды пайдаланамыз. Мінекей дәл осы батырмаларды пайдалану арқылы біз осылайша текстті кез келген жерге қоя аламыз. Яғни бұл тура ортада тұру үшін мына ортадағы батырмаларды басамыз, сол кезде текстіміз ортаға түседі. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мына жерде смещение деп қойыпты, бұл яғни прозрачностьті. Кейінгісі обводка дейді, яғни міне видеоның жанындағы контурный цвет. Контурный цветті жоқ қылып тастасаңыз мүлдем көрінбейді. Контурный цветті қоссаңыз, мінекей мына толщинасы семіздігі осындай функция. Мына жерде цвет деп қойыпты, кез келген цветті қойсаңыз болады. Негізінде қара түсті қойсам өте жақсы көрініп тұр. Кейінгісі фон деп қойыпты. Бұл жерде фон мінекей, яғни осындай видеоңыздың артына фон береді. Бұған да кез келген түсті қойсаңыздар болады. Және бұл жерде прозрачность бар. Скругление прямоугольщик бар екен. Скругление прямоугольник деген бар. Яғни өздеріңіз мінекей разницаны сезіп көріп жатқан шығасыздар. Мына жерде высота және де ширина. Кейінгісі смещение. Осындай настройкалармен видеоңызға тексттерді осылайша орналастырсаңыздар болады. Ал егер бұл мүлде керек емес десеңіздер, мына жерден фон деген жазудың жанында осы галочканы өшіріп қоясыздар. Кейінгісі сияние, яғни бұл glow эффект, яғни жарық береді. Мінекей өздеріңізде нәтижені көріп тұрған шығасыздар. Дәл осыны осы жерде настройкалармен өзгерте болады, яғни прозрачностьті өте қатты көрінетін, немесе мягкийге осылайша қойып видеоңызға осындай әдемі текст қоюыңызға болады. Яғни сияние бөлімі сіздерге де түсінікті болды деп ойлаймын. Кейінгісі тень, яғни көлеңке. Текстіңізге, сіз қойған текстке көлеңке беру. Бұл көлеңкені кез келген түспенен қойсаңыздар болады. Мен қарамен қоямын. Яғни бұл жерде мінекей размитие, расстояние, угол, яғни бұрыштар, және де мынақта прозрачность, осындай функция. Кейінгісі кривый дейді, яғни өзіңіз көріп тұрсыздар мінекей қандай функция ойнап тұрғанын. Мінекей осындай кривый қылып қойсаңыздар да болады. Негізі адамдарға көбінесе осындай кривый жазулар қызықты болады. Неге десеңіздер, мынандай тіке жазудан көп адам жалығып, осындай жазуларға көзге бір ерекше көрінеді. Жалпы сіздерге основной бөлімі түсінікті болды деп ойлаймын тексттің. Мына жерде текст ва обложки дейді, яғни бұл жерде дайын шаблондар, сіздің текстіңізге арналған шаблондар. Яғни мен қазір біреуін қойып көрсетемін. Мінекей сіздің текстіңізге дәл осы шаблондарды тегін пайдалана аласыздар. Қалағанша жүктеп алып қойсаңыздар болады. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Бұл жерде бірақ бұл шаблонның настройкасын істей алмайсыздар. Бұл жерде тура көрсетілгендей шаблонды пайдаланасыздар. Кейінгісі мына жерде эффекті бөлімі. Яғни мына көріп тұрғандарыңыздай мен видеоны жаңа нөлден бастап істеген болсам, мына жерде дайын эффектілер бар. Осы дайын эффектілермен текстіңізді өте әдемі әрі сәнді қылып жасап алуларыңызға да болады. Бұл жерде де барлығы тегін, қалағанша жүктеп алсаңыздар болады. Яғни мына жерде жұлдызшаны басып қойсаңыздар, мына бөлімде сіздер таңдап алынған эффектілер шығып келеді. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Эффекті бөлімі. Кейінгісі анимация. Видеода текст басалған кездегі анимация. Бұл ең негізгісі. Осы жерде қалағанша анимацияны жүктеп алсаңыздар болады. Бұл жерде де кішігірім настройкасы бар. Мінекей осы жерде осы настройка арқылы длительностьті көбейтіп, азайтып, осылайша өздеріңіз кез келген анимацияны пайдалана аласыздар. Кейінгісі вывод, яғни вывод текст, видеодағы текст басалғандағы анимация, ал вывод тексттен кейінгі анимация, яғни текст бітетін кездегі анимация. Мен сіздерге біреуін көрсетейін. Яғни бұл жерде де дәл осылай длительностьті қоюларыңызға болады. Өткен сабақта сіздермен көрсеткендей, видеоға қандай анимация қойсаңыздар, текстке де дәл осылай анимацияларды қойсаңыздар болады. Яғни мына зациклить деген бар екен. Бұл видеоны бастан аяқ ойнататын анимация, немесе бас жағына да аяқ жағына да қойсаңыздар болады. Оны өздеріңізге
алдыңғы сабақта көрсеткен болатынмын. Бұл жерде скорость бар екен, яғни скорость деген анимацияның ойнау скоросты. Мен дәл осыны тексттің басына қоюды қаласам, мына жақтағы мына анимацияларды өшіріп тастаймын, яғни басындағы, соңғысындағы. Сосын мына зациклить дегенді осылайша бастан аяқ ойнап тұратын анимациямен қойып аламын. Жалпы сіздерге анимацияда түсінікті болды деп ойлаймын. Кейінгісі бұл яғни отслеживание, яғни бұл видеода белгілі бір кадр болу керек. Қимылдап жатқан бір объект болса, мысалға мен осы объекттің мына бұрышына қоятын болсам, осы текстті осылайша ұстап алып қоямын, яғни видеодағы бір точкаға қою, яғни отслеживание деген видеодағы бір точкаға осы текстті орналастырып қою. Ол үшін дәл осы видеоның үстіне басамыз, яғни ол өзі белгілеп алады. Негізінде бұл адамға қойсаңыздар осы эффектіні, сол кезде бұл оңай табады. Қазір мен мына бұрышқа қойып көремін, яғни мына бұрыш осы видеодағы осы көріністің ұшыменен бірге қимылдау керек. Начатты басамын. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Отслеживание бөлімі, бұл жерде барлық функциялар бар. Мысалы, мынау басталуынан соңына дейін осылайша. Мынау масштаб, яғни объект кішірейсе текст кішірейеді деген сөз, объект үлкейсе текст үлкейеді деген сөз. Мына расстояние деп қойған, яғни объект қимылдап жатқан кезде бұл текстте дәл осылай қимылдайды деген сөз. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Отслеживание бөлімі. Кейінгісі преобразование речь тексті, яғни бұл жерде сіз жазған текстті дәл осы озвучка, яғни осы озвучкалар өздері оқып береді деген сөз. Бұл көбінесе негізінде английский жазуды оқиды. Ал мен мысалы мына біреуін басып көрейін. Мінекей, бұл тек қана ағылшынша текстті оқиды, яғни қазақша текстті оқитын әлі бұл жерде функция шықпаған екен. Жалпы текст бөлімі сіздерге жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Біз кейінгі қадамға өтеміз, яғни стикер. Стикер негізінде онша көп уақыт талап етпейді. Кішігірім сіздерге көрсетіп өте кетейін. Осы жерде кез келген стикерді жүктеп алсаңыздар болады, яғни міне қазір трендте тұрған стикерлер бар екен. Осы стикерлерді видеоға қойып алсаңыздар болады. Жүктеп қалағанша тегін пайдалануларыңызға да болады. Мен мысалы мына бір стикерді алам. Бұл популярный екен, трендте. Яғни бұл жерде знаки, Рождество, акцент. Акцент деген знактардың стикерлері. Эмоция дейді, Новый год, лето, распродажа. Өздеріңіз қалағанша осы жерде, яғни бұл стикерлердің жанрлары. Дәл осы жанрларды пайдаланып, өздеріңіз тез табасыздар. Мысалы, жануарлардың стикерлері, мына акцент дейді, Рождество дейді, знак дейді. Осылайша өздеріңіз қалағанша кез келген стикерлерді жүктеп видеоларыңызға қойсаңыздар болады. Яғни мен мына бір стикерді қоямын, яғни бұл өте ешқандай настройкасы жоқ, осылайша пайда болады және осылайша аяқталады. Мен енді осы стикерді настройкасын осылайша бұрып қойсам да болады, яғни ориентация, сосын масштаб. Дәл осы функцияны осы жерден де пайдалансам болады, яғни мінекей расположение и повернуть дейді. Мысалы осы жерден 360 градусқа қойдым, мінекей ровно шықты. Ал масштабты 100 қыламын, сол кезде осы өзінің размеріне келді. Мына жерде осы функциямен стикерді тура ортаға дәл осылай қойып алуыма да болады. Бұл көп жерде пайдаланылатын функция, яғни бұл тек қана CapCut бағдарламасында емес, Photoshop, Adobe After Effects, Premiere Pro барлық видеомонтаж, фотомонтаж функцияларында пайдаланатын ең пайдалы функция. Осы функцияны жақсылап үйреніп алсаңыздар, сіздерге уақыттарыңызды үнемдейді, әрі жылдам өздеріңіз қалағанша осындай функцияларды қалағанша мекенжайға қойып береді. Осы сіздер стикер тексттеріңіз болсын, қалаған мекенжайға осылайша қойып береді. Кейінгісі анимация бөлімі, яғни вывод, басталуындағы вывод, шығу, зациклить
Бұл кез келген жерде ойнап тұрады, яғни бұны басына да, соңына да, ортасына да, бастан аяқ қойса да болады. Жалпы сіздерге анимация бөлімінде түсіндіріп өткенмін. Жалпы сіздер осы көріп тұрғандарыңыздай осылайша пайдалансаңыздар болады. Вывод осылай кіру болады екен, выход шығу. Яғни анимация басталғанда осындай, біткенде осындай. Зациклить ортасына қойып қоямын, немесе дәл осы функцияны бастан аяқ қоямын. Мен ол үшін анимацияларды, кіру шығудағы анимацияларды өшіріп тастаймын және осыны бастан аяқ қойып қоямын, және скоростын осылайша баяулатып қоюыма да болады. Және бұл стикерді дәл осылай отслеживанияға қойсаңыздар болады. Яғни бұл жерде адамның бейнесі шығу керек, сол бейнеге дәл осы объектіні жалғап қоясыздар. Сол кезде ол бейне қимылдаған кезде бұл стикерде дәл осылай қимылдайды. Жалпы сіздерге жаңа түсіндіріп өткенімдей осылай пайдалана аласыздар. Жалпы сау сәлемет болыңыздар. Келесі сабақтарда біз сіздерменен субтитр бөлімінен және де фильтр бөліміне шолу жасайтын боламыз. Бұл жерде өте көп функциялар бар. Бұл да өте бір үлкен тақырып. Жалпы сау сәлемет, аман болыңыздар. Келесі сабақта көріскенше достар.